командасы. Дайын отырсын Алмату Керуен Қазақ ұлттық университеті құрамасы Санат Қарабері Ақпатшам. Ендеше сахнада 45 минут Ақтау. Сәлем Астана! Біз де сені сүйіп жақсы көріп тұрған жоқпыз. Бақтыгүл, осы сенен бір нәрсе сұрайшы. Мектепте кім болып жұмыс жасайсың? Профилентологпын, жастарға бағыт бағдар беремін. Онда біздің бағытымызды анықтап берші. Біз қай лигаға жолдама аламыз? Бұйырса осы маусым ашардан ұшасыңдар. Есен аға, біз мына кино маусымы деген түсінбей жатырмыз. Сонда әрбір маусым сайын подкаст түсіріп келуіміз керек па? Подкаст түсірген іштейміз ба әрбір ойынның алдында? Ажырасып кетіп жүрмей. Ендеше маусым ашарда уақыт жоқ. Тек қана Маңғыстаудың ғана мектептерінде болатын жағдай. Ендеше көреміз, ата-аналар жиналсындар. Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Мектебіміздің директоры келе жатыр. Сәлем бердік. Сәлем бердік. Сәлем бердік ата-аналар. Сәлем бердік. Ал бүгінгі жиналысымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі жиналысымыздың негізгі мақсаты оқудың үлгерімі. Халал апа, сіздің балаңыздың тәртібі нашар. Апай, неге халал апа? Орамалда қайнапам ғой. Ал Метал аға, сіздің балаңыздың үлгерімі нашар болып тұр. Неге метал? Енді ол темір деген қайнаған ғой. Ал Марат аға, сіздің деген тіпті балаңыздың тәртібі де сапасы да үлгерімі де нашар болып тұр. Апай, Марат несі туған қайнағанымыз емес па? Құлақ естімейді. Келін, кешке біздің үйде келін шай, келерсіңдер. Оң бұл сайлар. Кино маусымында сіздермен бірге болған Ақтау қаласы Фариза Оңғарсынов атындағы номері 29 мектеп гимназиясының ұстаздары, құрметті жоғарыдағылар, мұғалімнің айлығымен қоса абыройын да бір көтеріп қойсаңыздар. Ең болмаса бір оқушыларды құттай бір бетіп қақпалуға рұқсат етсеңіздер, болмаса оқушылар мұғалімді сыйлаудан қалды. Жайдарман тарихында өзінің мектеп директорымен және де кәсіподақ басшысымен келіп отырған бірден бір команда. Ұстаз Зана, ұстаз ұлы кемеңгер, тілін алсаң, танымың да тереңдер, шықты талай сол ұстаздың алдынан, жер бетінде мен мықтымын дегендер. Рахмет, Астана! Сәлеміңе мақтанамын, болашаққа аттанамын, Фаризада жақын атын алған, мектебіңе мақтанамын.